Әкесім. Келдің ба садиктен? Иә. Әкесім, мен балабақшадан құмыра туралы үйрендім. Ертеде адамдар құмыра жасап, суды, қымызды сақтаған екен. Біз де құмыра жасап көрсек бола ма? Маған да үйретіңізші. Қызым, сенің өнерге қызыққаның мен үшін үлкен қуаныш. Өнер мен шеберлік атадан балаға жалғасатын асыл мұра. Ендеше біз арнайы қыш құмыра жасайтын орталығына барып, өз қолымызбен жасап көрейік. Қызымыз құмыра жасағысы келеді екен. Барлығымыз барып, арнайы орталыққа құмыра жасап көрейік. Жарайды. Бірге жасаған әрбір іс отбасының мерекесін арттырады. Бүгінгі күніміз ерекше күн болмақ. Олай болса, қызым, құмыра жасайтын орталыққа барайық, қане, дайындалайық, иә? Ал енді ас қайырып, жолға шығайық. Асқа береке. Міне, қызым, бұл қыш өнерінің ордасы қарапайым топырақпен адамдардың кәсібилігімен әдемі бұйымдар шығарды. Адам да дәл солай адал еңбекпен шыңдалады. Әке, неге еңбек етемін? Міне, қызым, алдымен топырақты елейміз. Қолымен ұстап, қолымен сезініп бар. Құмыра ол себебі тіршіліктің белгісі. Бұрынғы аналарымыз суды да, тамақты да осындай құмыраға сақтаған. Бұл береке мен ырыстың нышаны. Мен сияқты себер болам. Қызым, сен менен де өткен себер боласың. Міне, әдемі құмыра. Қызым, әр ою, тарих, әр өрнек тәрбиенің белгісі. Әкеге қарап қолым ішер, анаға қарап қызым ішер. Алақам біздің үмітіміздің ізі. Бала күлкісі шаңырақтың шырағы. Біздің үйімізді арқасынан қуа